Баршаңызға сәлем, көптен күткен көженің рецептімен бөлісейін. Ең бірінші осындай сары жүгері керек бізге. Бұндай сары жүгеріні базардағы тары, жарма, перловка сататын жерлерден алсаңыздар болады. Осындай көлемде, стакан көлемімен 1 стакан құямыз. Келесі ақ жүгері, бұны да сол қасында сатылады, сары жүгерінің қасында. Суретке түсіріп, нақтылап суреттерін көрсететін боламын алдағы уақытта. Бұны да 1 стакан алып, бөлек ыдысқа құямыз. Егер сіздер көже дайындамас бұрын, түнде таңға дейін жылы суға немесе салқын суға салып қойсаңыздар, 1 түн бойы өте жақсы жібіп, сізге тез пісетін болады. Ал егер де үлгермей жатқан жағдайда, көп заказ түсіп жатқан жағдайда, осындай блендерге салып, бірінші әбден жуып аласыз, тазартып, содан кейін блендерге салып, жақсылап араластырасыздар. Содан кейін бұны 5 литрліктен 10 литр немесе 12 литр 2 ыдысқа бөліп саласыздар. Кейін үстінен салқын су құйып, барынша отты астын қосып қоясыздар. 15-20 минуттан кейін осындай көбігі шығады сіздерге. Сол көбігін жақсылап алып тастайсыздар да, астын жайлап кішкене баяу отқа қоясыздар, бірақ сіздегі көжеңіз үсті бүлкілдеп тұру керек. Және де соған байланысты тұзыңыздың мөлшері, мысалы 2 қасық немесе 3 қасық тұз қоссаңыздар болады. Тұщылау, бірақ қатты тұш емес, ащы да емес, орташа дәмде болады. Начинкаңыздың дәмін қарайсыз, дәмі жібігеннен кейін астын сөндіріп тастайсыз. Ұзақ уақыт суға қоюыңыз керек. Әбден суығаннан кейін барып айранын саламыз. Егер де ыссы күйінде айран салатын болсаңыз, іртік-іртік болып, дұрыс біркелкі араласпай қалады. Сол себептен суыған міндетті түрде күтесіздер. Енді айранды қалай құю керектігін көрсетемін. Жалпы осындай айранын жақсылап шайқап аламыз да, бөлек банкаға құйып аламыз. Кейін осыны сорпа ішетін бөлек ыдысқа құйып аламыз да, үстіне сүт құйып жақсылап араластырып, біздің көжемізге құятын боламыз. Және көжеңіздің ыдысы өте таза болу керек, айналасында ешқандай нәрсе болмау керек. 2 ыдысқа бөліп құйып алғаннан кейін, тағы да дәл осындай кесемен құйып шығатын боламыз. Сол кезде біздің көжеміз біркелкі болады. Әрі осындай тап-таза әдемі түсте болады. Осы жерде тұздың дәмін, барлығын дәмін қарап алыңыз. Сүтіңіз аздау болса, сүтті тағы да құйып алсаңыз болады. Және суыңыз сарқылмасын десеңіз, қайнап жатқан кезде қайнаған суды үстіне құйып отырсаңыз, суыңыз көбірек болады. Начинканы да көбірек қоссаңыз болады. Мен начинкасына 1 кесе бидай қосуды ұмытып кетіппін. Оны қосқанда тіптен 15-16 литрдей шығатын болады. Барлығын бірдей етіп құйып аламыз. Бірінші начинкасын құямыз, кейін барып суын құямыз. Және айналаңыз өте таза болу керек, қолыңыз тимейтіндей барлығын біркелкі жасағаннан кейін жақсылап қақпағын жауып, бетін сүртіп, содан кейін барып логотипті жабыстыруыңыз керек. Бұл мастер-класс сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, жекеме қойсаңыздар болады. Осы рецепт сізге 3 аптаға дейін жеткілікті болады. Баршаңыздың ісіңізге Алла тағала береке берсін. Табысты болыңыздар, бай болыңыздар, миллион табыңыздар. Мен сіздерге сенемін, сіздердің қолдарыңыздан келеді.